Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің сабақта біз proficient сөзін өтетін боламыз. Яғни, proficient сөздің мағынасы шебер деген мағынаны білдіреді. Шебер сол істің нағыз маманы, яғни білікті. Или proficient or proficiency десе білікті деген сөз. Яғни proficient бұл жерде шебер деген сөз. Мысал үшін, мына highly skilled or knowledgeable in a particular field or activity. Ерекше бір салада, яғни нақты бір салада, ерекше бір салада, немесе бір жерде, яғни бір салада өте қатты біліктілігінің болуы, немесе біліктіліктің болуы, немесе бір сол нәрсе туралы дағдысының мықты болуы. Мысал үшін, competent and able to perform tasks effectively and efficiently. Яғни, не дейді, бұл жерде сол саланы өте эффективны, яғни сол нәрсені эффективны, яғни сол істің маманы деген сөз ғой, бір сөз айтқанда, өте шебер деген сөз. Белгілі бір салада немесе қызметті жоғары деңгейде білімді немесе шебер, міндеттерді тиімді және шебер орындауға қабілетті, competent қабілетті. Жақсы, енді мен example in sentence мына сөйлемдерге мысал келтірейік. She is proficient in a multiple languages including English and Spanish. Ол бірнеше тілдің шебері, яғни оны жақсы сөйлейді. Ағылшын және испан тілдерін жетік меңгерген. The engineer is highly proficient in designing complex system. Яғни инженер өте білікті, яғни өте білікті шебер қиын күрделі системаларды жобалауда, я. You need to proficient in using the software to work in this position, я. Сен бұл неде шебер болуың керек. Мына бір бағдарламаны work in this position, осы жерде жұмыс істеу үшін деген секілді жетік білуіңіз керек бағдарламада. Яғни бұл сөз қаяқтан келген екен? The word proficient comes from the Latin word professor, яғни advance, make progress. Яғни бұл латын тілінен келген екен, яғни көтерілу немесе прогресс жасау деген сияқты. It is derived from pro, forward, and the facer, to do, make. Facer бізде жасау, pro деген алға қарай, яғни бір нәрсені жасай алатын деген сөз ғой жалпы. Жақсы, енді proficient сөз латынның professor сөзден шыққан айттым. Енді бұның синонимдеріне келетін болсақ, skilled, яғни шебер, білікті, дағдылары бар, опыт дейді ғой, опыты бар деген сөз. Competent қабілетті, компетентный, expert сарапшы, adept шебер, accomplished, яғни жетістіктерге жеткен. Inexperienced тәжірибесіз, unskilled шебер емес, inept қабілетсіз, incompetent қабілетсіз, novice жаңадан бастаған. Яғни осындай сөздер бар. Бұл сөздер proficient сөзіне антоним және синоним бар. Енді қорытындылай келе, proficient сөзі бұл шебер деген сөзді білдіреді, яғни білікті деген сөзді білдіреді. Proficient бұл adjective және де adverb де бола алады. Ал жақсы, сау болыңыз.